Мейрамханада отырсақ, шашлычник жасы үлкен кісі екен. Қолында шашлыктары бар. Официантқа келіп, брачка, міне шашлыктарыңды алды деп біздің көзімізше айтып тұрды. Былай қарасаңыз, қалыпты бір жағдай сияқты. Адам қатты мән бермеуі мүмкін да, бірақ енді біз ондай нәрсеге қараймыз ғой. Клиенттің көзінше компанияның ішіндегі қызметкерлер бір-біріне брачка деген қарым-қатынаспен араласатын болса, ол компания масштабқа шықпайды. Неге? Өйткені компанияның ішінде брачка, ағатай, братан деген сөздер жоқ. Компанияда қызмет деген нәрсе бар. Компанияда Ернар, Ержан, Батырбек, Ерсұлтан деген нәрселер жоқ. Адамның аттары жоқ. Компания адамға байланбаған. Компанияда қызметтер бар, атқарылатын функциялары бар. Шашлычниктің функциясы бар, официанттың функциясы бар. Және де сол қызметтерге адамдар келіп отырады. Компанияда 50-дегі адам, 18-дегі адам бәрі бір деңгейде, өйткені олар қызметте жүр. Олар өмірде жүрген жоқ. Өмірде әңгіме жоқ. Братан, брачка деп сөйлесе беретін шығар. Бірақ компанияның ішіне кірген кезде братан, брачка деп сөйлесуге болмайды. Компанияның ішінде бәрі мырза, ханым деп сөйлесу керек. Өйткені бәрі қызметте. Бізде сондай жағдайлар көп қой, мысалы пол жуатын тәте жасы үлкен болса, официант балаларға балам ананы алып жіберші деп айтады. Болмайды олай. Компанияның ішінде балам деген нәрсеге орын жоқ. Біз соны өзіміздің компанияларға, бізге келетін кәсіпкерлерге үйретеміз. Былай қарасаң, не бар ода тұрған деп айтуға болады, бірақ оның артында үлкен салдары бар да. Сол брачка деп сөйлейтін шашлычник ертең сіздің біраз мәселелеріңізді братан қойшы деп қабылдамайтын болады ғой. Сол брачкадан ертең елек су басталады. Сол брачкадан ертең сол официант, администратор болатын болса, сол шашлычникке келіп бір нәрсе айтқан кезде сен шашлычник айтады, брачка не болды, адам болып кеттің ба, не болды саған, көкірек бітіп кетті ма деген сияқты әңгімелер етеді да. Сол үшін компанияның ішіндегі осындай кішкентай, былай айтқан кезде мән беруге тұрмайтын нәрселерге мән бермегеннің кесірінен ертесіне кәсіпкер саусағын тістеп отырады да.